Бүгін Сарыөзек гарнизонында сарбаздарға өзіне қол жұмсау, өз-өзіне зиян тигізу жайлы, оның зардабы жайлы гарнизон басшыларымен және христиан дінінің жаңағы өкілімен сарбаздарға бүгін ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Түсіндіру жұмыстары жүргізген барысында мен ойлаймын, сарбаздар өздеріне жақсы ой түйіндеді деп және өздерінің сол қылынған шарада өздерінің жаңағы көкейіндегі сұрақтарын қойды, ол кісілерге тиісті жауаптар берілді. Мен ойлаймын, бұл бұндай негізі түсіндіру жұмыстары көп жасаса жақсы болады және бұл жасалып та келді. Бұл арада жалғасы табылады деп ойлаймын. Негізінде өте жақсы шара өтті деп ойлаймын.